Қыздарики, біздер бүгін мына помидордан, дәл осы помидордан, помидордың өзінің соғына, как цицибели сияқты, помидор со своим соге дейді ғой, сондай жасайтын боламыз. Өте оңай, өте тез. Қалай жасайтын видеоны аяғына дейін көріңіздер. Түсінбеген жерлеріңізді өзім тағы да қосымша айтып кететін боламын. Кеттік. Қазір енді мына помидорды, нені мына болгарскийді, чеснокты, сосын укропты барлығын осы мясорубкадан өткізіп алатын боламыз. Қыздар, укропты да мясорубкадан өткізіп алатын боламыз. Арасына кеткен дұрыс, укроптың дәмі шықса болды. Міне мынаның бәрін өткізіп алдым, енді осыны қазір отқа қоятын боламыз. Кеттік. Енді мына помидорлардың қабығы ашылу үшін үстіне қайнап тұрған су құямыз. Дәл осылай су құйып, 3 минутқа тұрғызып қоямыз помидорды. Қайнаған суға 3 минут осылай тұрғызып қойып, сосын осылай қабығы оңай ашылатын болады. Помидордың бәрін осылай қабығын ашып, банкыға салып шығасыздар. Неше помидор салғыңыз келсе, сонша помидор салғыңыз, толтырғыңыз келсе, толтырыңыз. Жалпы мен толтырмаймын. Мен қазір сиғанша, не істегенше салам. Жеткенше салам. Мына, былай жай кесесіздер, қатты кешірмеңіздер. И осыны былай бүйтіп міне. Көрдіңіздер ма? Оп-оңай ашылады қабық. Міне. Болды. Қыздар, мынау қайнады. Енді бұған секерін, тұзын, сосын приправаларын саламыз. Бірінші секерден бастағым келіп тұр. Мені мынау 2 қасық, үлкен 2 тамақ ас қасықтың несін істейді. Сонда бұмен енді 3-еуін салдым. Енді тұздан 3 ас қасық салам. Қарабұрыштан салам мынандай. Көп керек емес қыздар, тек дәмі шықса болды. Несеңіз ішінде анандай бір не сияқты болып жүреді, мен көзім көп ондай жақсы көрмеймін. Сосын лавровый листтан да, мына. И мына душистый перецтен бұдан да азырақ салып жібереміз. Енді босына тағы да бір 10-15 минут қайнатып, жауып, аузын бұрап, жауып тастайтын боламыз. Мынау тағы да бір 10 минут қайнасын. Жалпы қайнап тұр, қараңыздар, қараңыздаршы. Жалпы қайнап тұр. Тағы да бір 10 минут қайнау керек осылай. Құп қою болды. Ішінде болгарский да, зеленый да, чесногі да бәрі ішінде. И осын тағы да бір 10 минут қайнатып, сосын жауып тастайтын боламыз. Қыздарики, міне қараңыздар, мынау қайнап болды. Осылай құп қою, как цицибели сияқты болу керек. Енді мынаның ішіне помидорын несін салдық. Енді қазір банкасын қамас үшін специально астына темір табақ қоям. И сонымен жайлап бисмиллахи-рахмани-рахим деп құя береміз. Иісі деген прям мұрынды жарып батыр. Құйып, крышкасын жауып, сразу бүркеп жауып тастаймыз. Қыздар, мен бұған уксус құймаймын. Енді сіздер құям деп өздеріңіз желаниелеріңіз болса, құйсаңыздар болады. Кішкене қышқыл болсын десеңіздер, азғантай уксус қоссаңыздар болады. А мен қоспаймын, потому что уксуссыз да дәмді болады бұл. Банканы қалай жууды, қалай не істеуді, бәрін видеоның басында, бірінші салған видеоларда бәрін көрсетіп кеткен қыздар. Осылай мұздатпай, тез-тез жауып, мына бір тексереміз былай, екіншісін тағы айналдырам. 3 рет айналдырам, потому что бұл автомат, бұған сенім жоқ. 3 рет айналдырып жағамыз. 2 рет кетті. Үшіншісі. Ал міне. Міне дайын. Осылай апарып, укутывать етіп жауып тастайсыздар. Полный, как бүркеп жауасыздар. Ішінен дастархан, сыртынан не? Оны да қазір видеоның арасында көрсететін болам. Обязательно бүркеп жабыңыздар 24 сағатқа.